Армысыздар, құрметті оқырмандар. Ұйғыр ауданының Әл-Фараби атындағы аудандық кітапханасы 2022 жылдың мерейтой иелеріне арналған кітап көрмесін назарларыңызға ұсынады. Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың ақыны, аудармашы, публицист, қоғам қайраткері, Алашорда үкіметінің мүшесі. Шығармашылық жұмысын өлең жазудан бастаған. Онда ол еңбекші халықтың ауыр хәлін, арман тілегін, мұң-мұқтажын көрсетіп, халықты білім ғылымға шақырған. Ақынның алғашқы өлеңдер жинағы 1909 жылы Санкт-Петербургте басылып шыққан. Бұл кітабы арқылы қалың ұйқыда жатқан қараңғы халықты ояту үшін бар күш-жігерін жұмсайды. Байтұрсынұлының екінші кітабы «Маса». Бұл кітапқа енген өлеңдерінде ақын надандық, шаруаға енжарлық, кәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктерді сынады. Көптеген өлеңдері сол кездегі ағартушылық бағытпен үндес болды. Мұхтар Омарханұлы Әуезов, қазақтың ұлы жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақстан ғылым академиясының академигі, профессор. Абай жолы Мұхтар Әуезовтың әйгілі роман-эпопеясы. Абай жолы қазақтың көркем прозасын классикалық деңгейіне көтеріп, әлем әдебиетіне көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Әуезов өзінің роман-эпопеясында қазақ халқының ұлттық дәстүрін энциклопедиялық деңгейде жан-жақты ашып көрсетті. Әуезовтың Абай жолы роман-эпопеясы әлемдік деңгейде 20 ғасырдың ең үздік шығармаларының бірі деген жоғары баға алды. Ғабиден Мұстафин, Қазақстанның халық жазушысы, қоғам қайраткері. Мұстафин Ғабиденнің шығармалары шетел тілдеріне аударылып, оқырмандардан өз бағасын алды. Мұстафин Ғабиденнің шығармалары 20 ғасырдың дүрбелең оқиғалар мен қоғамдағы жаңалықты, ел басынан өткерген оқиғаларды кеңінен суреттеуімен құнды. Мұнда Мұстафин Ғабиден өзі өмір сүрген дәуірдің панорамалық суреттерін құрып, сол кездегі қоғамның пайда болуын, сол қоғамдағы адамдардың қарым-қатынасын нанымды бейнелейді. Кеңестік дәуір әдебиетіндегі көрнекті шығармалардың біріне айналған Қарағанды романы ел экономикасын көтерген өндіріс ошағы мен сол өңірдегі жұмыс істеген жұмыскерлер мен зиялылардың тағдырын бейнелейді. Әлеуметтік психологиясының тереңдігімен ерекшеленетін дауылдан кейін 20 жылдардың орта кезіндегі қазақ ауылындағы өзгерістерді көрсетуге. Ғабит Махмұтұлы Мүсірепов, қазақтың халық жазушысы, драматург, сыншы, мемлекет және қоғам қайраткері. Ғабит Мүсірепов әңгіме жанрының дамуына үлкен үлес қосты. Алғашқы шығармаларынан ақын шеберлігімен танылды. Қос шалқар, көк үйдегі көршілер, алғашқы адымдар деген әңгіме повестері арқылы сол кездегі еңбекші адамдардың қажырлы, қиындыққа толы өмірін нанымды бейнеледі. Мүсірепов әр кезеңде жазылған ана тақырыбындағы туындыларында қазақ әйелінің жиынтық бейнесін жасады. Көптеген әңгіме новеллаларында әйел ананың бейнесін асқақтатып, әлем әдебиетіндегі әйел ананың галереясын байыта түсті. Мүсірепов қаламынан туған Қапия Ақлима секілді ана образдар арқылы қазақ өмірінің шынайы көріністері сипатталады. Омаров Сейітжан, жазушы, журналист. Көркем әдебиеттің басты міндеті адамды жақсылыққа, өмірді сүюге тәрбиелеу, достықтың және ынтымақтастықтың берік дәнекерін құрып, жас өркеннің бойына рухани тазалықты сіңіру болып табылады. Аға ұрпақ пен көкөрім буынның арасындағы дәстүр жалғастығын, сан қилы тағдырлардың тоғысуын әр қаламгер өз мәнерімен, өз өрнегімен әдіптеп, шығармаға өзек етеді. Сейітжан Омаровтың да өзіндік шығармашылық әлемі, өмір құбылыстарын суреттеуде таңдап алған қайнар бұлағы бар. Жазушының барлық кейіпкерлері жақсылыққа құмар, қайырымы мол, өзгенің өміріне мейірімін төгіп, оның бақыты үшін күресіп, жан жылуын сыйлайды. 30 жылдары жарық көрген Бақыт атты тырнақалды әңгімесінен бастап, күні кеше ғана баспасөздер бетінен басылып шыққан Гүлбаршынға дейінгі барлық кейіпкерлері жақсылықпен жалғасады. Әдел Шәріпов,
жазушы, филология ғылымдарының докторы, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген мұғалімі, партизан қызы, тон, қапастағы жұлдыздар романдарының, Сахар қызы, дос сыры шығармаларының авторы, Жұмағали Сайынның өмірі мен шығармашылығы монографиясы мен әдебиеттану мен педагогика салаларында көптеген еңбектерді жазған. Жұмағали Сайын, ақын, екінші дүниежүзілік соғыс ардагері. Алматы және Көкшетау қалаларының орталық көшелеріне және Арықбалық ауданының орта мектебінің біріне есімі берілген. Еңбек қызыл ту орденімен және медальдармен марапатталған. Жұмағали Сайын тіршілік үшін күресті, жазушылық дарынын жарыққа шығару үшін бар жігерін қосып тырысқан ақындардың бірі. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев, аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 3 мәрте социалистік еңбеккері, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі және техника ғылымдарының докторы. Қазақстан Республикалық ұлттық ғылым академиясының академигі Дінмұхамед Ахметұлы ғылым саласында орасан зор қызмет етті. Ол 100-ден аса ғылыми еңбектерді жазды. Қазақ өнерін жоғары бағалаған Дінмұхамед Ахметұлы өнерде жүрген жандарды жан-жақты қолдап, қазақ мәдениетінің дамуына өз ықпалын тигізді. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың бастамасы бойынша сол кездегі қазақ елінің астанасы Алматы қаласында көптеген ғимараттар тұрғызылып, қала көркін ашты. Жайық Бектұров, жазушы. Ол кісінің қалдырған мұралары көзі ашып, көкірегі ояу азаматтардың жадында мәңгіге сақталады. Жазған дүниелері тарихтың құнды құжаттарына айналғаны ақиқат. Қаламгердің жеке мұрасы мұрағат қорына алынды. Өзі тұрған үйдің қабырғасына ескерткіш тақта орнатылды. Қарағанды облыстық жасөспірімдер кітапханасына Жайық Бектұров аты беріліп, ондай кабинет мұражай ашылды. Мәншүк Жиенғали қызы Маметова, қаһарман қазақ қызы, Кеңес одағының батыры. Мәншүк басқа да жауынгерлер сияқты өзі туралы мәліметті жазып қалдырған. Батыр қыздың ерлігі туралы хабар аңыздай әсемделіп, Майдан даласына әп-сәтте тарады. Еліміздегі барша ұлт өкілдері оны өз бауырындай өнеге етіп, мақтаныш етті. Мәлік Ғабдуллин Мәншүктің ерліктерін дәлелдейтін құжаттарды қайта рәсімдеуге қол жеткізіп, КСРО-ның жоғарғы кеңес президиумының бұйрығымен 1944 жылы 1 наурызда Мәншүк Мәметоваға Кеңес одағының батыры деген атақ берілді. Зейнулла Қабдолов, жазушы, әдебиет зерттеуші, ұстаз, филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстан және Қырғыз республикаларының еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Көптеген еңбектері, 2 томдық шығармалары, елеусіз қалған есіл ер пьесалар жинағы әр жылы жазушы және санат баспаларынан басылып шығады. Азиза Жұбанова, сазгер, Қазақстанның және КСРО-ның халық әртісі, КССР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, профессор. Қазақтың қазіргі замандық музыкасының негізін қалаушы Ахмет Жұбановтың қызы. Жұбанованың шығармашылығына әкесі ықпал етті. Әкесінің аяқталмай қалған Құрманғазы радио операсын қызы аяқтаған. Жұбанованың өзі Еңлік Кебек 28 операларының, Хиросима, Қарагөз симфония поэмаларының авторы. Илья Бахтия 18 наурызда Алматы облысы Ұйғыр ауданының Кіші Дихан ауылында туған. Абай атындағы Қазақ педагогика институтының қазақ тілі мен әдебиеті факультетін бітірген. Мектепте мұғалім, Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасының әдебиет бөлімінде редактор болып жұмыс істеді. Илья Бахтия кішкентай кезінен Абайдың шығармаларын сүйіп оқығандықтан қазақ әдебиетіне талпынысы өсе берді. Алғашқы жарық көрген шығармасы «Октябрь» 1950 жылы 7 қарашада Сталинші газетінде жарық көрді. Лирика жанрындағы шығармаларында азап, махаббат, өмір мәні сияқты мәселелері орын алған. Асанәлі Әшімұлы Әшімов, кеңестік және қазақстандық кино және театр актері, кино және театр режиссері, театр педагогы, профессор, Қазақ КСР халық әртісі.
Қазақстан театрлар ассоциациясының президенті, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының көркемдік жетекшісі, Қазақстанның еңбек ері, Әшімов қазақ киносын әлемдік деңгейге көтерген актерлердің бірі болып есептеледі. Төлеген Айбергенұлы Айбергенов туған жерге деген албырт сағыныш пен мөлдір махаббатқа толы бір топ өлеңдері 1961 жылы шыққан «Жас дәурен» атты ұжымдық жинақта басылды. Сондай-ақ орыс тілінде «Мир созвездия» деген атпен таңдамалы өлеңдері аударылып басылды.